Ертеден жеткен ескі әңгімелердің бірінде қаһарлы ханға оның ұлының қазасын сырмақтың бетін оюлап отырып өрнек арқылы естірткен дейді. Бәріміз жақсы білетін ақсақ құлан күйінің аңызы сияқты. Бұл әңгіме қазақ фольклорында Оюхан мен Жоюхан ертегісі деген атпен белгілі. Тұтас ұлттың мәдениеті мен тарихы, дүниетанымын танытып қана қоймай, ою өнерінің бір қабырғалы ел тағдырын шешкен құдіретін осы аңыздан-ақ аңғаруға болады. Өнертанушы ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, қазақта ою өрнектің 200-ден аса түрі бар. 200, солардың бірі ит құйрық өрнегі. Қазақ бұл оюды ешқашан бас киімдерге қолданбаған. Мұның астарында дұшпанның кеудеңнен жоғары өрлемесін деген ырым жатыр. Керісінше дұшпанның төмен болсын деген ниетпен көбінесе ер адамдар шалбарының жырық балағына өрнектелген. Сонымен бірге халқымыз итті жеті қазынаның бірі деп есептегендіктен, оны ұзақ сапарға, жолға шыққан адамдардың киімінің етегіне серік болсын деген мағынада өрнектеген. Яғни әр оюдың астарында үлкен ой бар. Оның әр қайсысы өзінше сөйлей алады. Әр қайсысының атауына, көлемі мен пішініне, түр түсіне қарай қандай бұйымда, қай киім үлгісінде қолданылатынына мән берген дана халқымыз. Десекте бүгінде көпшілік тек қошқар мүйіз оюын біледі, және сол бір оюды киімге де, киізге де өрнектеп жүрген дейміз. Қошқар мүйіз, басқаша білем, аққу, білмеймін. Ұмытқалды қалды. Ою қошқар ойын білем, теке ойын білем, болды сонымен. Қошқар мүйіз, қарлығаш, білмеймін. Басқа Білмеймін, шынымды айтсам білмеймін. Жоқ, мен білмеймін. Қошқар мүйіз, ойлай. Қошқар мүйіз дей ма? Аттарын білмейді кім? Білеміз ғой тұр. Қошқар мүйізді ұмытқалым, тек көп ою білетінім негізіне. Қошқар мүйіз бар. Ойбай, өзім оюмен жұмыс істеймін ғой, бірақ ұмытып тұрмын ғой. қошқар мүйіз. Осысы не ғой ондай? Қазір айтайын, қошқар мүйіз. Иә, 200-ден аса оюдың тек санаулы түрін ғана жатқа білеміз. Жасымыз да, кәріміз де солай дейді. Бұл бір. Енді тағы бір ескере кететін жайт бар. Этно киім, этно бұйымдардың трендке айналған уақытында оюдың атын, затын, түрін білмей жатып, табыс көзіне айналдыру мәселесі. Оюлардың нақты атын білмеймін. Бірақ енді неге киімге түсіретін кезде интернеттен, обязательно Google-ден қараймыз, энциклопедиялар бар деген сияқты, сөйтіп мән мағынасына қарап оюларды бастыруға тырысамыз да. Негізгі менің мамандығым ағылшын тілі мұғалімі. Осы декретте отырып басталған бизнес бұл негізінен. Ою өрнектер туралы, мән мағынасы туралы, ұлттық құндылығын жеткізетін сабақтар болып жатса, құба-құп біз барамыз әрине. Бір қуантарлығы ою өрнекке жай таңба немесе көркемдік белгі ретінде ғана емес, оның түпкі мағынасын ашып, оны барынша сауатты қолдану қажеттігіне басымдық беретін кәсіпкерлер де бар. Ұлттық киімде біздің ата-әжелеріміз бұрын өсімдік тәріздес моншақпенен, қолмен кестелеген бола тұрған. Сол атадан бала мирас болып келген кестемізді жаңғыртсаққа дейміз. Өйткені қазір көбісі дайын оюды салады, қошқар мүйізді салады. Негізі қошқар мүйіз киізге, кілемге, текеметке сондайға салынып жүрген. Ертеде үйге келген қонақ алаша мен басқұр, текемет пен сырмақ оюларына қарап, сол отбасының қай рудан, қандай әулеттен шыққанын сұрамай-ақ білген. Бұл оюдың астарында үлкен ой барының тағы бір дәлелі. Сондықтан жаңашылдыққа ұмтыламыз деп жүріп, ата-бабадан мирас болған құндылығымыздың құтын қашырып алмайық. Ұлттық өрнектің мәнін емес, көйлектің сәнін ойлап, етектегі оюды жағаға жапсырудың алдын алу ортақ парыз. Өйткені ою біздің таным түсінік, салт дәстүр, әдеп ғұрып, мәдениетімізден хабар беретін маңызды мұра. Өзге ұлттан ерекшелейтін нақыш. Ал оны көздің қарашығындай сақтап, дәріптеп насихаттауда жауапкершілік танытсақ, нұр үстіне нұр болмақ.